Марат менің сыныптасым. Бірінші сыныптан бастап ол сабақ біте салысымен менің бетімнен сүйіп қоштасып кететін. Ал мен ол кезде тіпті не үшін екенін де білмейтінмін. Әр мереке сайын открытка беріп, аз да болса сыйлықтар жасайтын. Мен қыз болғаннан кейін оны аса менсінбедім. Себебі ол менің сыныптасым. Оның үстіне мектепте махаббат болғанша уақытында сабақ оқиын дедім. 6 сыныпта маған жүрейік деп сөз салды. Оны анама айтқанда ұрыс естідім. Әке-шешесіне айтам Мараттың деп маған айтты. Жылап айтпауын өтіндім. 9 оқып жүргенде үйдегілер мені 9 бітіртіп жібермекші болды. Бірақ Марат мені әйтеуір алып қалды. 9 сыныптан бастап Марат екеуміз қыз бен жігіт болып бастадық. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Өмірден алынған арнасында тек қана өмірде болған оқиғалар ғана жарияланады. Ендеше әңгімемізді жалғастырайық. Бұл әңгіме шынайы өмірде болған, осы биыл 20 жылдықта бас қосу кезінде орын алған оқиға. Көп адамдар уже бастарын қосып жатыр екен. Шынымен мен ойладым, әлі 25 мамырға дейін қаншама уақыт бар деп. Бірақ мектепте емес, өздері жеке кеште кездесу үстінде екен. Сөйтіп 9 сыныптан бастап Марат екеуміз қыз бен жігіт болып бастадық. Вечерлерге барған сайын бірге билеп, ол мені вальске шақырып, мені басқа бір вальске шақырса, оған түсіндіріп айтып, менімен билеткізбей, махаббатына адал болды десем болады. Басқалар секілді бөтен қыздарға қырындауды білмейтін, тек мені ғана көретін басқалардың ішінде. Сабаққа да бірыңғай, сабақты да жақсы оқитын, бірыңғай 5-ке оқитын, үздік болатын. Арамызға қанша адам түссе де, жалған әңгімелерге сенбей, өсектерге сенбей, бірден келіп менен сұрайтын. Сөйтіп жүргенде 11 сыныпты бітіретін кезде келді. Ол өзі қалаған оқуына түсті. Ал мен қаламасам да мұғалімдікке түстім. Екеуміз 2 бөлек қалада оқыдық. Ол Астанада, ал мен Көкшетауда. Бір-бірімізді күнде көріп үйренген адамдар үшін арақашықтық қиынға соқты. 1-ші курстың өз қиыншылығы бар. Оқуға үйренемін дегенше, қиын сабағын оқимын дегенше, әйтеуір оқу бітірем дегенше, екеуміз бір болмашы дүниелерге қырылып жүрмей қалдық. Арасында хабарласып тұратын. Сөйтіп мен оны бұғаттап тастадым, блокқа салып тастадым. Оған үйіндегілері 2 бөлмелі пәтер алып беріпті, қаладағы студент баламызға деп. Ал өзі көлік алыпты. Оны мен кейін білдім. Уақыт өте менде жаңа жігіт пайда болды. Біз қыздар жігітпен жүрмесек, жігіттің вниманиясына тоймасақ жүре алмаймыз. Ол да өзіне қыз тауыпты мыс. Сөйтіп жүріп мен сол жігітіме тұрмысқа шықтым. Маратқа емес. Мен де Мараттың үйленгендігін естідім. Қанша жылдық махаббатты артта қалдырып, мүлдем басқа адамға тұрмысқа шығамын деп ойламаппын. Тұрмысқа шығып кеткенім де дұрыс болмағанын сезініп жүрдім. Себебі менің осы отбасылық өмірдегі обстоятельствам соған алып келді. Жүрегім Маратты қалап тұратын. Күйеуімнен таяқ жедім, өтірік айтпай-ақ қояйын, әжіп келіп, бостан-бос мені соққыға жығатын. Сөйтіп кейін 1 жылда, 2 жылда да маған бала туып бере алмадың бедеу қатын деп көп ұратынды шығарды. Сөйтіп мен 2 жыл тұрып омен ажырасып кеттім. 20 жылдық бас қосуға баратын болдық. Жиналдық. Бәрі өз жұптарымен келеміз деді. Ал мен жалғыз барамын дедім. Чатта келем деп жазған Марат әлі жоқ. Бір кезде есіктен бір әп-әдемі, түрі бәрі келіскен, костюм киіп алған жігіт кірді. Менің Маратым қайта ғашық болғандай болдым. Жасымыз 37-ге келсе де,
ол үйленбеген екен. Үйленді деген сыбыстар өтірік екен. Қанша жыл өтсе де дәл сол қалыпта. Иісі, түрі, адамгершілігі, маған деген қарым-қатынасы, өмірін өзінің дамуына арнапты. Мені отбасылы деп мазаламаған екен. Тұрмысқа шыққанымды естіген. Сыныптастарымыз бізді бірге отырғызып қойды. Біздің сыныптың алғашқы жұбы деп. Отырыс бітіп, Марат мені үйге апарып тастағысы келді. Жолда екеуміз біраз әңгімелесіп, сыр шертістік. Өміріміз жайлы айттық. Мен ажырасқанмын дедім. Ол болса демек маған бұйырған екенсің деді. Ештеңе етпейді. Өмірде сынақтар, қателіктер болмай, біз сабақ алмаймыз деді. Мен жылағым келіп кетті. Кәдімгі бұрынғы Маратты қайтадан кездестіргеніме қатты қуанышты болдым. Осы 20 жылдыққа мен шынымды айтсам барғым келмеген, бірақ бір Марат үшін ғана бардым шынымен. Білмеймін мен не үшін тұрмысқа шығып кеттім. Қазір ойымда қаншама сұрақтар бар. Үндемей екеуміз өлең тыңдап, сол кездерде хит болған өлеңдерді тыңдап, кәдімгі ностальгия болып келе жаттық. Баяғы екеуміздің жүрген кездеріміз есімізге түсті. Барлығы қайта келгендей болды. Сол екеуміз кездеспеген қаншама уақыт құдды бір болмағандай. Сол 11 бітіргеннен кейін екеуміз қайта қауышып тұрғандай сезімге түстік. Сөйтіп өлең тыңдап келе жатқан кезде көлікті тоқтатты да, маған тұрмысқа шығасың ба деді. Мен ішімнен қатты қуандым. Ертең мен саған официально ұсыныс жасаймын, бірақ мен қазір қатты асығып тұрмын, қуанып тұрмын деді. Я дедім деп бірден жылап жібердім. Мараттың адамгершілік қасиетіне тәнті болып жыладым. Ол маған айтты, өзіңді кемсітуші болма, сен де мен сияқты адамсың деді. Сол түні ол маған мүлдем тиіскен жоқ. Мені үйге әкелді де тастады. Келесі күні сөз салып, мен оған я деп жауап беріп, 20 жылдықта бас қосқан құрдастарымызбен атап өттік. Кейін мен сол үйге көшіп бардым. Той жасамайық деп көндірдім. Артық шығынның қажеті жоқ дедім. Сөйтіп мен Маратқа өзінен аунамайтын егіз қыз бен 2 ұл туып бердім. Құдайға шүкір, өте бақытты отбасымыз. Негізі әр адам бақытты болуға лайықты. Бірақ қателіктерден де сабақ алған дұрыс. Деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Шынымен өте қызықты оқиға, жан түршігерлік. Негізі бұдан да мен өзімнің өмірімде де, таныстарымнан да, тіпті 30-40 жыл өткенде бас қосуда, бала шағалары болса да бас қосып үйленіп жатқан жұптарды естігенмін. Сіздерге әңгіме қызықты болса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Бұл шынайы оқиға. Егер сіздің басыңызда да осындай немесе бұдан да қызықты оқиға болса, өткен болса, комментарийге плюс қалдырып кетіңіз, немесе әңгімеңізбен бөлісіп кетіңіз. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы.